Жеке қожалық барлық жерінің 5-тен 3-ін жыртты. Сол жыртылған жердің 4-тен 3-үне дәнді дақыл септі. Егер ол 1080 гектар жерге дәнді дақыл сепкен болса, онда қожалықтың барлық жері қанша? Арифметикалық тәсілі. Бұл жерде жыртылған жердің 4-тен 3 бөлігі 1080 гектар болғандықтан, санның 4-тен 3 бөлігі 1080-ге тең болып тұр. Ендеше санның берілген бөлігі бойынша табамыз 1080-ді 4-тен 3-ке бөлеміз. Сонда амалдарды орындаған кезде көбейтуге қысқартуды жасап 360 көбейтілген 4 1440. Бұл жыртылған жердің көлемі болып шығады. Енді жыртылған жеріміз барлық жердің 5-тен 3 бөлігі болғандықтан, яғни барлық жердің 5-тен 3 бөлігі 1440 гектар деген сөз. Ендеше осы бойынша 1440-ты 5-тен 3-ке бөлеміз. Бұдан көбейтуге ауыстырып қысқартулар жасап орындасақ 2400 болып шығады. Яғни қожалықтың барлық жері 2400 гектарға тең болады екен. Енді осының алгебралық тәсілі. Бұл жерде есептің берілісінде бізден негізгі сұрағаны барлық жері, осы барлық жерді X гектар деп белгілейміз. Енді жыртылған жер соның 5-тен 3 бөлігі, яғни 5-тен 3 көбейтілген X. Ал дәнді дақыл себілген осы жыртылған жердің 4-тен 3 бөлігі, 4-тен 3-ке көбейтем, сонда 20-дан 9. Енді осы 20-дан 9 X-іміз ол 1080-ге тең болғандықтан теңдеу 20-дан 9 X тең 1080. Осыдан X-ті тапсақ 2400. Яғни қожалықтың барлық жері 2400 гектарға тең болады екен.